демократик дэй дейтін ютуб желісінде менің айтқаным бар екен. Осыдан үш жарым ай бұрын соғыс 7 мамырда тоқтайды деп. Соны инстаграмға салған ғой. Сол сөзімді бәрін. 7 мамыр өтіп кетіпті ғой. Сөйтіп жазып қойыпты кейбір адамдар. Енді күніне дейін айту міндетті емес шығар. Дегенмен бұл болжамның өзі, соғыс осындай мамырда тоқтайды деген болжамның өзі. Бүгін сол нәрсе шешіледі. Яғни соңына дейін тоқтата ма жоқ па, соңына дейін тоқтатса, мамыр айында тоқтап жатса 2025. Менің айтқандарым кеп тұр деген сөз. Саяси болжам, алдағы көзқарас барлығы орындалып отыр. Көп нәрсеге болжам жасадым, байқасаңыздар, барлығы кеп жатыр. Мінекей бұл жаңағыдай осындай стримдегі біздің белсенді әңгімелердің, біздің болжамдардың, көзқарасымыздың дұрыстығы, сөзімнің шындығы мінекей дәлелденіп жатыр да. Тіркеліп кетіңіздер, қараңыздар, қолдау білдіріңіздер. Инстаграм осы жерде, ютубты жаңағыдай айттым, демократик нижний пробел дэй десеңіздер, ол орысша ютуб шығады. Менде қазақша да бар, Жанат Шамиганов десеңдер, 10,000 адам қазақша ютубыма жазылған екен. Рахмет.